嗨，大家好，欢迎大家来到我的 YouTube 频道，我是你们的老师妮可。还记得上节课我们学习的内容吗？上节课我们学习了怎么说哈萨克斯坦、土耳其等一些国家。那今天我们要学习的内容就是和这些国家相关的城市。那你们准备好了吗？你们如果准备好了，那我们就开始上课吧。Баршаңызға сәлем. Мені YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздердің Қытай тілі бойынша мұғалімдарыңыз Тұнық. Алдыңғы сабақта біз үйрендік Қазақстан, Түркия және басқа мемлекеттерін Қытай тілімен қалай айтуды. Ал бүгінгі сабақта осы мемлекеттердегі негізгі қалаларын Қытай тілімен қалай айтамыз, соны үйренеміз. Көп жағдайда Қазақстанның қалалары болады. Жақсы, онда сабағымызды бастаймыз. Ал осы экранда көрсетіп тұрғандай, біздегі бүгінгі сабақтың бірінші жаңа сөз, яғни Алматы. Қытай тілімен Аламуту, Аламуту, Аламуту. Келесі Нұр-Сұлтан. Нуар-Султан, Нуар-Султан, Нуар-Султан. Келесі сөз бізде Ақтөбе. Ақтөбе, Ақтөбе, Ақтөбе. Келесі бізде Шымкент. Чимукенті, Чимукенті, Чимукенті. Келесі сөз бізде Ақтау. Ақытау, Ақытау, Ақытау. Келесі қала бізде Нью-Йорк қаласы. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Келесі бізде Мәскеу қаласы. Москва, Москва, Москва. Келесі бізде Пекин. Бейжің, Бейжің, Бейжің. Келесі бізде Стамбул қаласы. Истанбұл, Истанбұл, Истанбұл. Келесі қала бізде Дубай қаласы. Дибай, Дибай, Дибай. Келесі сөз бізде қала деген сөз. Қала деген сөз Қытай тілі бойынша чыңшы, чыңшы, чыңшы. Бірақ көп жағдайда біз қалалармен қосып айтқан кезде чың деген сөзді алып тастаймыз. Тек қана шы деген сөз қалады. Шы, шы. Келесі сөз бізде адам деген сөз Қытай тілі бойынша рен, рен, рен. Ал келесі бізде осы жаңа сөздерге байланысты сұрақтар мен жауаптар. Ал бірінші сұрақ, жиі кездесетін сұрақ, сіз қайдан боласыз? Қытай тілі бойынша Ни ши нали рен? Ни ши нали рен? Ни ши нали рен? Мысалы, мен алматылықпын деп айтпақшы болсам, Wo ши Аламуту рен? Wo ши Аламуту рен? Wo ши деген сөзді көп айттық, е? Ал Алматы деген Аламуту, алматылық деп айту үшін Алматы деген сөздің артына рен дегені қоссаңыз, Алматыныкімін деген мағынаны білдіреді. Wo ши Аламуту рен? Wo ши Аламуту рен? Келесі сұрақ, Динара қай жердің адамы? Динара ши нали рен? Динара ши нали рен? Динара ши нали рен? Динара Нұр-Сұлтандық. Динара ши Нуар-Сұлтан рен? Динара ши Нуар-Сұлтан рен? Келесі, сенің анаң қай жердің адамы? Ни мама ши нали рен? Ни мама ши нали рен? Ни мама ши нали рен?
Келесі ол сұрақтың жауабы менің анам ақтөбелік. 我妈妈是阿克托别人。我妈妈是阿克托别人。我妈妈是阿克托别人。Келесі Динараның әкесі қай жерлік? Динала的爸爸是哪里人？ Динала的爸爸是哪里人？ Динараның әкесі пекиндік. Динала的爸爸是北京人。Динала的爸爸是北京人。Келесі сендер қай жердің адамысыңдар? 你们是哪里人？ 你们是哪里人？ Жауап біз ақтаулықпыз. 我们是阿克套人。我们是阿克套人。 Ал келесі сіз Алматы қаласынан боласыз ба деп. Қытай тілі бойынша 你是阿拉木图市的吗？ 你是阿拉木图市的吗？ Бұл жерде екі ши кездесіп отыр. Бірінші ши ол сен ағылшын тіліндегі am-is are-дың ролын атқарады, алдында айтып кеткенбіз. Ал келесі ши деген жаңағы қала деген сөздің қысқартылуы. Мысалы Алматы қаласы Аламуту ши. Сен Алматы қаланыкісің ба? 你是阿拉木图市的吗? Бірінші сөз бізде сен Алматы қаласынан боласың ба? 你是阿拉木图市的吗? Иә, мен Алматы қаласыныкімін. 是的，我是阿拉木图市的。是的，我是阿拉木图市的。Келесі сұрақ, ол Нұр-Сұлтан қаласынан ба? 他是努尔苏丹市的吗? 他是努尔苏丹市的吗? Жоқ, ол Нұр-Сұлтан қаласынан емес. 不，他不是努尔苏丹市的。不，他不是努尔苏丹市的。Келесі, ол Пекин қаласыныкі ма? 他是北京市的吗? 他是北京市的吗? Иә, ол Пекин қаласынан. 是的，他是北京市的。是的，他是北京市的。Келесі, олар Ақтөбе қаласыныкі ма? 他们是阿克托别市的吗? 他们是阿克托别市的吗? Жоқ, олар Ақтөбе қаласынан емес. 不是，他们不是阿克托别市的。不是，他们不是阿克托别市的。Келесі сұрақ, сендер ақтаудікісіңдер ма? 你们是阿克套市的吗? 你们是阿克套市的吗? Иә, біз Ақтау қаласынанбыз. 是的，我们是阿克套市的。是的，我们是阿克套市的。Мысалы бұл жерде iPhone, iPhone сол күйінше қала береді. iPhone Американыкі ма? iPhone 是美国的吗? iPhone 是美国的吗? Иә, iPhone Американыкі. 是的， iPhone 是美国的。是的， iPhone 是美国的。Егер бір елге тәуелді деген мағынаны білдіргіміз келсе, сол елдің артына д деген сөзді қосамыз. Мысалы, Америка деген сөз мейго, Американың деген мағынаны білдіру үшін Америка деген сөздің артына д деген сөзді қосамыз. Мысалы, мейго-ды. Келесі, Алматы Қазақстанның қаласы ма? Аламуту ши哈萨克斯坦的城市吗？阿拉木图是哈萨克斯坦的城市吗？ Иә, Алматы Қазақстанның қаласы. 是的，阿拉木图是哈萨克斯坦的城市。是的，阿拉木图是哈萨克斯坦的城市。Келесі, Нұр-Сұлтан қаласы қай жерде? 努尔苏丹市在哪里?
努尔苏丹市在哪里？ Нұр-Сұлтан қаласы Қазақстанда. 努尔苏丹市在哈萨克斯坦. 努尔苏丹市在哈萨克斯坦. Келесі сұрақ, Димаш қай жердің адамы? Дима Си是哪里人? Дима Си是哪里人? Димаш қазақстандық. Дима Си是哈萨克斯坦人. Дима Си是哈萨克斯坦人. Дима Си是哈萨克斯坦人. Келесі сұрақ, Димаш Қазақстанның қай жерінен болады? Дима Си是哈萨克斯坦哪里人? Дима Си是哈萨克斯坦哪里人? Димаш Қазақстанның Ақтөбе қаласынан. Дима Си是哈萨克斯坦阿克托别人. Дима Си是哈萨克斯坦阿克托别人. Дима Си是哈萨克斯坦阿克托别人. Жақсы, сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге менің сабағым, яғни осы видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және айналаңыздағы достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыздар. Жақсы, онда келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.